3 күн бойы аталып өтілетін бұл мейрамның барша мұсылмандар үшін мән маңызы аса зор, өнегесі өзгеше. Ұлы мерекеде Алла үйіне алатын өңір халқы үшін облыстық мешітте тиісті шаралар қолға алынған. Нақтырағы келуші қонақтарға қазақы киіз үй тігіліп, құрбан шалушылар үшін арнайы орын қарастырылыпты. Бізде облыстық мешітіміздің жанында арнайы мал соятын орын дайындалды. Осы құрбан айтқа деп, осы құрбан шалушы кісілер ұзақтан басқа жақтан мал іздеп жатпасын деп осында түрлі малдар дайындалды, түрлі бағада. Яғни арзандатылған дейміз. Қазіргі кезде кейде базарларда жаңағы дәл осы құрбан айттың кезінде бағасын арттырып жатады. Бұл күнгі басты амалдардың бірі әрине ауқатты, тұрмысы жақсы адамдардың ұлы жаратушы иеміз Алла разылығы үшін құрбандық шалуы, кедей әрі мұқтаж адамдарға қамқорлық көрсетуі. Дегенмен құрбандыққа шалынатын төрт түлік түрінің кемістігі болмауына назар аударыңыз. Яғни мал арық, ақсақ, соғыр, құлақсыз, шұнақ, мүйізі сынған болмауы тиіс. Әртүрлі кемшіліктерден ада толыққанды түлік болуы тиіс. Дін иелері Құдай жолына ең жақсы малды шалмай разылыққа жету әбестік екенін ескертеді. Сондай-ақ құрбан айт мерекесінде адамдар Алладан ізгі тілектер тілейді. Шелпек пісіріп, бақилық болған ата-бабаларының, жақындарының рухына Құран бағыштайды. Берекесі мол дастархан жайып, құрбан айт құтты болсын деп, бір-бірінің үйін айттайды. Ренжіскен ағайын татуласып, жанұя бақытқа бөленеді. Ал облыстық мешіт ұжымы қасиетті мерекеде жиылған халыққа дастархан жайып, ұлттық спорт түрлерінен сайыс ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Яғни денсаулыққа кері әсері жоқ. Қол күресі, қошқар көтеру, кіртас еңсерусі ұлттық ойындардан мықтылықтарын көрсеткен азаматтар жүлделерге ие болмақ. Біздің облыстық мешіттің жанынан Құдай қаласа ол айттың күні жаңағы түрлі спорттық шаралар, жас балдарға түрлі спорттық шаралар өткіземіз деп ойластырып отырмыз. Және оның жаңағы бірінші, екінші, үшінші орындары белгіленген. Сол жаңа бірінші орын алғанға деген сыйлығымыз бар. Арналған екінші, үшінші орын алған, яғни ол жерде жаңағы 3-4 номинация бойынша спорттық шаралар өтеді. Ендеше күллі мұсылмандардың ұлық мерекесі құрбан айт баршамызға мүбәрәк болсын. Жұлдыз Жасұзақ, Ерлан Бексейіт, Нар Ньюс.